Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен өзіне деген сенімділік жайында айтайын деп отырмын. Егер адам өз жолын тапса, өзіне деген сенімділігі артып, өзінің бір қалауын, сүйікті ісін жасайтын болса, өзіне деген сенімділігі артады. Оның өзіне деген сенімділігін ешбір адам жаңағы бұза алмайды екен. Сол үшін ең бірінші адам өзіне бір мақсатқа жетер алдында өзіне қалауын біліп алған дұрыс. Бір мысалы мақсатқа жетер барысында көптеген сынақтар беріледі екен. Бұл негіз өз аяттың өзінде жазылған екен. Адаммен бірге қиыншылықтарды да бердім деген Алла тағаланың. Сол қиыншылықтарды не үшін береді? Бізді сынып қалмау үшін жаңағы тексереді екен. Мақсатымызға, бұл мақсат біздікі ма, біздікі емес па? Егер де біз жасанды мақсат болатын болса, онда оны біз ары қарай жасамай тоқтап қаламыз. Ал өзіміздің шынайы мақсатымыз болса, оны басқа қырынан қарап, жәнегі жалған нема мақсат па, өзіміздің мақсат па, осыны осылай айырады екенбіз. Мына жалған өмірде жәнегі жалғандық жасау, ол физика заңдылығында білесіздер ме? Плюс пен плюс е, 2 плюс жаңағы бір немнені тебеде, бірін-бірі тебет. Сол секілді бұл жалған өмірде жалғандық жасау адамды сындырады екен. Аямайды екен мына өмір, жалғандық жасап жүретін болса. Сол барысында осы адамдар көп мақсатына таба алмай, бұл менікі емес деп орта жолдан тастап кетіп жататын осы екен. Адал болу үшін беріледі. Мысалға айтатын болсақ, екі бала мысалы күреске барып деп, осыған орай бір әңгіме есіме түсіпті. Екі бала күреске барыпты. Екеуінің жаңағы біреуінде және бана бала әлем чемпионы болам деп чемпиондардың өмірбаянын зерттейді екен. Ал екінші баланы әкесі ұрсып жәнегі қинап әкелген екен. Енді екі бала да бір-бірімен күрескен кезде екеуде жеңеді, екеуде жеңіледі. Жеңген кезде екеуіне де сенімділік, біріншісіне де екіншісіне де сенімділік пайда болады. Ал жеңілген кезде бірінші балада өзіне деген сенімділік жоғалмайды, өйткені ол қателесуді және жеңілуді қалыпты жағдай деп ойлайды. Ал екінші бала ол өзіне деген сенімсіздік пайда болады, өйткені оны әке-шешесі қинап әкеліп отыр да, ол бала жаңағы әке-шешемнің үмітін ақтай алмай қалдым деп амалсыздан енді ұрсатын болды ғой деп сондай өзіне деген сенімсіз, мен жеңіліп қалдым, енді әке-шешем ренжиді деген ой қалыптасады екен. Сонда бірінші баланың жаңағы өзінің арманына жету жолында жаңағы талмайтынбай ары қарай сабағын алып, ары қарай өз мақсатыма жетемін деп, әгіні қалыпты жағдай ретінде қарайды екен. Ал бұл бір қызығы бәріміздің басымызда өтіп жатыр, не болмаса өтіп кеткен. Мысалы, менің басымда өтіп кеткен бұндай жағдайлар. Мен өзімнің жәнегі ұстаз екенімді білген кезімде, осы екен ғой менің мақсатым деп, осыған дейінгі жәнегі өзімнің мақсатым болмаса, мен осы жолда сынып қалатын едім. Жәнегі өзімнің мақсатым екенін білгенде, мен ары қарай жылжуға, дамуға, басқа көзқарастармен ары қарай қандай менде шығатын жол бар деп іздей бастадым. Енді осы бізге сынақты Алла тағала фильтрлеу үшін береді екен. Ол сенің мақсатың ба, ол сенің жолың ба, жолың емес пе деп фильтрлеу үшін береді екен. Осы мотивациялық видеом егер де сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, және осы видеоны қайта-қайта қарап, маған подписаться етіңіз, және де бұны көп адамдарға таратып қойыңыз. Маған деген алғысыңыз болсын. Әрбір қадамыңызға Алланың нұры жаусын. Көп рахмет. Келесіде шынайы менмен жалған мен туралы айтатын боламын. Жазылып, немені қоңыраушаны басып қойыңыз.